Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен салмасында өте дәмді алма және мейіз қосылған жүп-жұмсақ булочканың дайындау жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды, 82% еріген сары майымызды және де сұйық майымызды құямыз, шекерімізді саламыз, тұзымызды саламыз және ең соңынан ашытқымызды салып, жақсылап сұйық массамызды дайындап аламыз. Және де алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосу арқылы қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды біріккенше илеп алатын боламыз. Міндетті түрде жақсы ашытқыны қолданыңыздар, өйткені қазіргі таңда ашытқылардың сапасыздығына байланысты қамырларыңыз көтерілмей қалады. Және де булочки жылы жерді жақсы көретіндіктен иленген қамырымызды бетін жауып, жып-жылы бөлмеде 1 сағат немесе 2 сағаттың көлемінде қалдырып қоясыздар. Қамырымыз ашығанша салмасын дайындауға кірісетін боламыз. Салмасына бізге ұсақтап туралған алма, құрғақ жүзім және шекер керек болады. Табамызды отқа қойып, ұсақтап туралған алмамызды саламыз және оның үстіне шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырып, бұрқ етіп су шыққанша қуырып алатын боламыз және суы тартылатын уақытта құрғақ жүзімімізді салып, тағы да отта 5 минуттай ұстайтын боламыз. Және де дайын болған салмамызды бөлек ыдысқа салып суытатын боламыз. Су шығатын болса, суын қолданбаңыздар, өйткені бізге су керек емес. Осылай суыған салмамызды дайын болған булочкаларымызға қолданатын боламыз. Және де ашыған қамырымызды осылай қолдарымыздың көмегімізбен ұн сеу арқылы түсіріп 90 граммнан таразыға өлшеп отырып бөлшектерге бөлетін боламыз. Дәл осы қамырдан менде 15 штук булочка шықты. Осылай расстойкаға 30 минут қойғаннан кейін қамырымызды булочканың формасына келтіруге жаятын боламыз. Дәл осылай жайып, видеодағыдай қалған бөлшегін осылай өру арқылы булочкаларымыздың жан-жағына қойып, тағы да дайын болған булочкаларымызды 30-40 минут көлемінде пищевой пленкамен бетін жабу арқылы расстойкаға қойып қоямыз. Одан кейін барып пісіруге кірісетін боламыз. Достар, керекті қоспаның барлығын мен описание бөліміне қалдырамын. Сол жақтан қарап жазып көрулеріңізге кеңес беремін. Және де осылай расстойкаға қоямыз. 40 минут өткеннен кейін пищевой пленканың бетін ашып, қамырларымызды ортасын қолымыздың көмегімен басу арқылы кішігірім басып алыңыздар, өйткені салмасын баспай салатын болсаңыздар, ыстыққа салынғаннан кейін салмамызды көтеріп жіберуі мүмкін. Сондықтан булочкамыздың ортасын барлығын басып шығыңыздар. Осылай одан кейін осылай салмамызды салып, жақсылап әдемілеп арнайы дайындап қойған жұмыртқамыздың сарысына кішірек сүт қосып жіберіп, араластырып, осылай дайындап қойыңыздар. Және де соны булочкаларымыздың бетіне жағатын боламыз. Булочкаларымыз қызарып әдемі болып пісу үшін. Осылай ақырындап, аккуратно жақсаңыздар, булочкаларыңыз өте дәмді, жылтырлап шығатын болады. Осылай дайын болған булочкаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің булочкаларымыз дайын, өте дәмді, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені қолдап, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айпана.